Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді осындай шарлотка пирогын жасауды үйрететін боламын. Өте дәмді болып шығады және де керемет болып шығады. Дәміне енді сөз жоқ. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға осылай 4 жұмыртқамызды саламыз. Және де осының үстіне қантты қосып, жақсылап миксермен аппақ болып көпіргенге дейін араластыратын боламыз. Достар, осылай аппақ болып көпіруі қажет. Осыдан кейін ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, електен өткізіп, 2-3 бөлікке қосып миксерлейтін боламыз. Мен 2 бөлікке қосып миксермен араластырдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ұнды 2 бөлікке бөліп миксермен араластырдым. Достар, миксермен араластырғаннан соң осындай сұйықтықта болу қажет. Енді осы сұйықтықтың үстіне, яғни қамырдың үстіне алманы кубиктап турап салатын боламыз. Менде 3 алма кетті, және де сол 3 алманы кубиктап турап осы қамырдың үстіне салдым. Салғаннан соң лопаткамен немесе қасықпен болсын, венчикпен болсын араластыратын боламыз. Достар, енді дайын қамырды тапаға салатын боламыз. Міндетті түрде пергамент төсеміз, я болмаса пергамент төсемей май жақсаңыздар да болады. Осылай қамырды тапаға салып, бетін безендіреміз. Мен осылай алмаларды турап безендірдім. Енді пирогты пісіріп аламыз. Достар, осымен пирог бізде дайын болды. 180 градуста 40 минут пісірдім. Дайын болған пирогты суыған соң барып кессеңіздер болады. Суыған соң барып кесеміз. Достар, осымен бізде пирог дайын болды. Өте дәмді болып шықты, және де ортасы толықтай піскен, және де толықтай суытып кескеннен соң жұмсақ және де шикі болмай шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.